Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық тағамдар, мәтін. Мәтінге байланысты мына бейнероликке назарымызды аударамыз. Мазмұнына сай ат қою. Мәтінге, сюжетті суреттерге ат қою. Мәтін мағына жағынан байланысқан екі не одан көп сөйлемнен құралады. Мәтіннің мазмұнына сай ат қоюға болады. Ол мәтіндегі негізгі ойды ашып тұрады. Нұрасыл мектептен келді. Қолын жуып тамақтануға отырды. Ыдыстарды жуып, үйді жинады. Содан соң сабағын оқуға отырды. Анасы оған риза болды. Нұрасылды құшақтап, бетінен сүйді. Бұл мәтінде Нұрасыл туралы айтылған. Ол әдепті бала екені баяндалып тұр. Ендеше бұл мәтінге әдепті бала деп ат қоюға болады. Келесі мына мәтінді тыңдайық. Сәкен жазғы демалыста ауылға барды. Ауылдың табиғаты да әсем. Айнала көк шалғын, қалың тоғай, сылдырлай аққан тау өзенінің суы да таптаза. Су түбіндегі ұсақ тастар мөлдіреп көрінеді. Ол күнге қыздырынып, суға шомылды. Атасы мен әжесіне көмектесті. Демалыс көңілді өтті. Бұл мәтіннің мазмұнына сай ауылда немесе көңілді демалыс деп атауға болады. Яғни балалар мәтіннің мазмұнына сай ат қоюға болады. Келесі балалар оқулықтарымыздың 43-ші беттегі бірінші жаттығуға назарымызды аударамыз. Өлеңді түсініп оқы. Шұжық. Дәмді тағам шұжық. Түрі сонша қызық. Ағам көрсе тоймайды, оңайға апам қоймайды. Мына сұрақтарға жауап бер. Өлең не туралы? Шұжық қалай жасалады? Еттен тағы қандай ұлттық тағамдар әзірленеді? Бұл әңгіме ме, әлде өлең бе? Келесі жұмысымыз оқушылар. Мына сөз жұмбаққа назарымызды аударамыз. Жасырын сөздерді тап, сөз жұмбақты шеш. Шыққан тағам аттарын оқы. Өзің білетін ұлттық тағам атауларын ата. Келесі жұмысымыз балалар, дәптермен жұмыс. 5-ші жаттығуға назарымызды аударамыз. Ребусты шешіп, шешуіндегі сөзге мәтін құрастырамыз. Біріншіден, ребусты шешеміз. Шыққан сөзді оқимыз. Содан кейін сенің ойыңша шипалы сусындарға не жатады? Осы сұраққа жауап береміз. Шипалы сусындар туралы 2-3 сөйлем құрап, оны дәптерге көшіріп жазамыз. Сабағымыздың соңын кері байланыспен аяқтаймыз. Бүгінгі сабақта мен білдім, мен үйрендім, маған ұнады, мен үшін қиын болғаны, менің көңіл күйім. Өз ойларымызбен жазып жібереміз. Үй тапсырмасы 4-ші жаттығу 44-ші бетте. Сау болыңдар.